12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, назарларыңызда спорт кезет хабары. Бүгін біз олимпиадалық спорттың қатарына енетін бүкіл әлемдік таеквондо туралы айтып көрсететін боламыз. Ендеше уақыт созбаймыз. Жігіттер дайын, жаттығуды бастайық. Менің жанымдағы бапкер, Маңғыстау облыстық бүкіл әлемдік таеквондо федерациясының президенті, сондай-ақ дәл осы спорттың 7-ші дан иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы Қанағат Сүйбаев мырза. Ассалаумағалейкум. Көргенімізге қуаныштымыз. Енді Қанағат мырза, ең алдымен таеквондодың Қазақстанға келуі туралы және бұл спорттың шығу тарихы туралы айтсаңыз. Ең алғашында айтқаным, мына Қазақстанға 91 жылы осы таеквондо федерациясы келді. Марқұм Мұстапа Өзтүрік осы Қазақстан таеквондо федерациясына алып келді. 91 жылы іргетасын қаланды. Біздің Маңғыстауға оның шәкірті марқұм Қонысбай Бекшілеуов дейтін ағамыз 93 жылы келіп осы Маңғыстауға таеквондо федерациясын ашқан. Міне осы 27 жылдан бері осы біздің таеквондо федерациясында Қонысбай Бекшілеуов атынан бері аталып келеді. Сол біздің ісін жалғасуда. Енді таеквондо олимпиада спортының бір түрі, бұл оңтүстік Корея спорты болып табылады. Таеквондо бөлінеді, ИТФ, ВТФ, ГТФ бірнеше түрі бар. бөлінеді. Олимпиадалық санаттағы тексіздік. Сол ВТФ, бүкіл әлемдік федерация таеквондо сол саналатын ВТФ-тік. Мен ерекше бұл спорт. Бұл ерекше онда, бұның айтқанда өзінің правиласы бар, ережесі сай олимпиадалық қауіпсіз жағынан, қазір өте электрондық несі бар, жүйесінде даму жағынан да өте көп қалыптасқан, және бұл спорттың 190 мемлекетте қатысады әлем бойынша. Қызығушы көп, әрбір елдер олимпиада спортына кірді. Бұны алғашқы Сеул олимпиадасында Корея елі өткесін бастапқы показатель есебінде болды. Ары қарай осы 5 олимпиада осы спорт дамып қояды, көрсетіп қояды олимпиада ойындарында. Енді біздің елімізге де келгеніне 30 жылға жуық уақыт болды. Бұрындар енді Қазақстан спорты десе ең алдымен дзюдо мен бокс келетін еді. Қазір Құдайға шүкір нәтиже бар. Енді олимпиадалық қатарда да біздің отандастарымыз жақсы нәтиже көрсеткендіктен енді бүкіл әлем Қазақстанды таеквондоны да жақсы біледі. Бізде қандай жетістіктер бар? Қазақстанның 30 жыл тарихы бар, әрине ең қарқынды дамуда. Қазақстанда әлем чемпиондары бар, жастар арасында, жасөспірім арасында, ересектер арасында қола жүгілдер чемпиондар бар, олимпиада, Пекин олимпиадасында қола жүгілдер бар, Челман армандайтын. Және біздің осы Маңғыстаудың жергілікті спортшымыз Қайрат Сарымсақ, біздің шәкіртіміз осы Маңғыстаудың абыройын Қазақстан туын көтеріп, Қазақстан құраманың бас капитаны болып, осы соңғы әлем чемпионатында осы Англияда өткенде қола медальға ие болды. Енді бұйырса осы алдағы лицензиялық турнирлерге қатысуда, рейтинг бойынша қазір ұпай жинап отыр. Олимпиада қатысады деген үміткер спортшымыз үміт бар. Дайындық бұйырса, уақыты жөнделіп отыр. Енді мына карантин уақытына байланысты, олимпиада ойын сылуына байланысты, қазір оқу жаттығуын бәрі бастап отыр. Соған қазір дайындық үстіндеміз. Енді біздің көбінесе көрермендеріміздің өзге де көпшіліктің білетіні, мына бүкіл әлем таеквондо тек қана аяқпен тебетін, аяқпен жұмыс істейтін спорт дейді. Бұл солай ма негізінде? Әлде қазір қолмен де жұдырықтасуға бола ма? Таеквондо әлем бойынша айтқанда правилар өзгеріп жатыр. Негізі таеквондо 70-30%. Таеквондоны аяқпен қол деген мағынаны береді. Өткенде қорғаныс жағы өте көп дамыды. Өткенде электронды жилет протектор дейді. Соққының бәрі қорғаныс үшін блок жағы, қол жағы соққыларды жоғары баға беретін болды. Бұрын бағасы төмен болғасын, көбісі 90% аяқпен жасайды. Қазір өзге спорттың негізінен 70% аяқ, 30% қолмен қорғанасын болды. Сондықтан қазір таеквондо қолмен аяқта тең болып тұр да, былай айтқанда. Жан-жақты болу керек. Жан-жақты болу керек, түсінікті. Енді Қанағат мырза, жаңа нәтижелер туралы айтып өттік қой. Ең алдымен
бүгінгі таңда жалпы Маңғыстау өңірінде қанша спорт мектебі бар? Осы бүкіл әлемдік таеквондомен шұғылдандырасың. Бізде қазіргі таңда Маңғыстауда 5 ауданында, екі қаламыз Ақтау мен Жаңаөзен қаласында 7 бөлімшені атқарады. Бүкіл спорт мектептері ашылған, балалар жасөспірім мектебі, жоғары спорт мектептерінде жоғары маман тренер бар. Қазақстан еңбек сіңірген жаттықтырушы тренерлер бар. Дастан Қуанғали, Ибраим Ғани дейтін, Ислам Серік дейтін жаттықтырушыларымыз бар. Мына аудандарда жақсы тренерлер бар, жұмыс атқарып жатқан. Жалпы 20 шақты тренеріміз бар. Жылдан жылға тренердің саны өте көбейді. Өйткені бұл спортқа қазір былай айтқанда әуесқой көп. Енді бұл олимпиада спорттан болып отырғандықтан және өзінің семинарлық федерациясын басқарасыз, біз осындай үлкен республикалық жарыстар өткіземіз. Мына облыс спорт басқармасының қолдауымен, әкімшіліктің қолдауымен үлкен халықаралық жарыстарда өткіземіз. Болашақта соған пландарымыз бар. Енді болашақта мына біздің қаламызда орталық салонында соған демеушілік тауып алса, сол жалғыз бітсе, мына біз Маңғыстау, мына Каспий жағасында ең мықты елде орналасқан командалардың, ең олимпиада чемпиондары, Иран елі, Әзербайжан бар, Россия тұр, Түркмен елі бар, біздің көршілес Россия, мысалы, мына Дагестанның спортшы өте мықты шыңалған, Каспий жағалауында. Біз осы Маңғыстау облысында Ақтау қаласында Каспий орталық үлкен база ашқымыз келеді. Халықаралық жаттығу өткізу үшін, мына балалардың шеберлігін көрсету, мына Қазақстан құрамасын бірге біріккен ойын жаттығу үшін үлкен база орталық ашқымыз келеді. Былай айтқанда академия таеквондоның. Соған жұмыстануымыздамыз жалпы. Енді біздің үмітіміз алда олимпиада чемпион шығару, мына қазақтың ұл балалары, қыздарын тәрбиелеу, ұрпақтар бөлу, Қазақстанның азаматын тәрбиелеу, елді отанын қорғайтын осы маманды дайындау. Енді 30 жылдың ішінде біздің федерация көптеген балалар чемпион, әлем чемпионы, Азия чемпиондары шықты. Мысалы айтса Капиз Алмаз, Ақжарқын Нұрғалиева дейтін қыздарымыз болды, Азия призерлары болған, Жадыра Өтенова дейтін, Виктория Ахмедиянова дейтін қыздар, олар өте көп, саны көп. Былай айтқанда сол балалар қазір үлкен азамат иесі болып, бір маман танып, жоғары қызметте жұмыс атқарып жатыр, өте қуанышты. Осы мектептен шыққан балалар өздерінің жолын тауып, қазақтың еліне деген мысалы өзінің еңбегін атқарып жатыр. Таеквондо спортында спортшының бапкердің біліктілігіне сай дан деген дәреже беріледі. Бірінші дан, екінші дан. Осы бағытта мына бапкерлер, қазір жаңа білікті бапкерлер қай уақыт аралығында өздерінің жаңағыдай дайындығынан, біліктілігін арттырудан өтіп жатыр. Мектепке келген ол сары белбеуден бастайды, спортшылар. Сары белбеу, одан кейін жасыл, көк, қызыл, одан кейін қызыл қара дейтін, жасөспірімдерге ары қарай біріншіден қара белбеудің иесі болады. Ол 1 жыл, 2 жыл арасында 3 жылға қатысқан спортшыларға баға береді. Мына жаттықтырушылар келгенде бұл бірінші даннан бастапқы екінші, үшінші дан жылдық семинар өтеді, республикалық, арнайы оңтүстік Кореядан мамандар шақырылады. Өзі арамызда федерация басшылығы өзінде мысалы семинар өткізіп, дан қабылда өзім правомыз бар. Өйткені бүкіл әлемдік федерация тіркелген біздің еліміз, сертификаттарымыз. Жалпы енді баланың спортшының дәрежесін көтеру федерацияның мойнында. Біз қарым-қатынас жасаймыз. Әрбір районда тренер шақырып, семинар өткіземіз. Біліктердің мамандарын шыңдау және республикада арнайы оқу-жаттығу өтеді. Бапкерлерді, жоғарғы төрешілерді, бізде халықаралық төрешілеріміз де бар. Үлкен Азия ойындарында төрешілер жүрген сондай жаттықтырушылар бар. Түсінікті. Енді манадан бері федерация жайлы әңгіме қозғалды ғой. Енді өңірдегі федерация басшысы сіз болғанымен республикалық федерациядан қандай қолдау бар? Одан қала берді Маңғыстау облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасынан қандай қолдау бар сіздерге? Бұл олимпиада ойын спорт болғандықтан бұл жүйе өте қатты дамып кеткен. Бокс, таеквондо, конфедерациялар 5 спортта, мысалы конфедерация білесіз 5 спорт. Осы жақында мынамыз Ақтау қаласында орталықта конфедерациямен үлкен центр бокс ашайын деп жатыр. Арнайы бүкіл 5 спортқа федерация арнайы зал беріп жатыр. Түгел жабдықталған, түгел өзінің айтқан инвентаризациясы, базасы түгел жабдықталған, өте қуанышты бұл бізге жағдай. Федерация жағынан бізге беріп қолдау өте жақсы. Өзінің орны қойылған мысалы. Бұл олимпиада спорт болғандықтан. Балалардың жарысқа барып келуі,
бапкерлердің жалақысы барлығы өз уақытымен бар. Бәрі өз уақытымен өткен қазір таеквондода мына жасөспірімдер сәл қиындау, бала қатысаны көп. Жас бала дейтін тұрақты емес. Я таеквондо келеді, басқа спортта ол әлі таңдауда болады. Бірақ ең басты денсаулық, кейде ата-аналар да қолдайды, қаржы болады. Облыстық чемпионаттары құрама құрғанда, мысалы кадет дейтін бар, жастар, жасөспірімдерге үкімет қолдау көрсетеді ересектерге. Жоғарғы сборная Қазақстан кіргенде бұл біздің ұлттық федерациямыз республикадағы таеквондо федерациясы өздері қолдайды, қаржыландырады. Жас спортсмендер премия төлейді. Облыс спорт басқармасынан чемпион Қазақстан болғанда өзінің қаржылықтары бар, премиясы бар, әкімдік премиясы бар. Қолдау өте жақсы. Соңғы сауал. Жаңа академия құру туралы айттық. Заманауи орталық барлық қажеттілікті орындайды. Ал енді біздің Маңғыстауда қандай дәрежедегі сайыстарды өткізуге мүмкіндік бар және алдағы уақытта әлемдік халықаралық жарыстарды ұйымдастыру жоспарда бар ма? Әрине, былай айтқанда республика календар планы күнтізбесіне салынатын программа. Биыл мысалы Ақтауда жасөспірімдер арасында чемпионат өтуі болды. Қазір карантин байланысты бұл жарыс артқа ысырылып отыр. Жоғарғы үлкен санатты жарыс өткізу үшін қазір таңда федерацияның жұмысы атқарылды республикамен. Болашақта біздің жоспарымызда бар. Каспий Open дейтін тең жағалап аралық өткен халықаралық жарыс өткізу келеді. Мемлекеттің қатысуы. Бұйырса, келер жылдары қазір қандай олимпиада ең басты соған жұмыс санауда федерация жұмысы. Жасөспірімдердің деңгейін көтеру. Былай айтқанда күннен күнге жақсы дамып келеді. Біздің жаттықтырушыларға рахмет айтқым келеді. Былай айтқанда бұрынғы өз шәкірттерім ғой. Өзім жолымызды қуып әйтеуір қалдырмай балаларға спортымызды көтеріп дамытып жатыр. Енді барымен базар, бірақ қолдау бар. Бірақ бәрі еңбекте, бәрі еңбекпен бағаланады. Ешкім сұрақ қол жайған ешкім бермейді. Бәрі еңбекпен бала жасы өсен деген баланы еңбекпен бағалау керек. Еңбек етсе чемпион шығады ғой айтқанда. Сол талап бар. Ол мақсат бәрі бар. Тек жұмыс жасау керек. Қолдау бар. Жан-жақтан мүмкіндік бар. Енді сізден Алла қаласа нәтиже күтеміз ғой. Енді жаңа Қайратты айтып өттік қой. Қосымша Қайраттың артынан еріп келе жатқан болашағына зор үміт күттіретін тағы да жастар, жасөспірімдер бар ма? Әрине бар. Бұл Қайрат бүкіл Маңғыстаудың, бүкіл Қазақстанға бұл өте өнеге болды. Тарихта бұрын 8 жылдан бері Қазақстанда осы әлем чемпионатында біз 3-ке ілінбей жүрдік. Мысалы, осы Қайратымыз әйтеуір жарқ етіп биыл медаль алды. Енді Қайраттың айтқанда Қазақстан үлгілі спортшылардың біреуі, капитан команда бүкіл Маңғыстау емес, бүкіл Қазақстанның спортшылары Қайрат ағасындай болғысы келіп, соған бәрі айтқанда фанаттары өте көп. Енді бәрі Қайратта болсын дейміз, Қайратта чемпион болсын дейміз. Осы өскелең ұрпақтың бос уақытын тиімді пайдалануға, одан қала берді ұлт жанды болуға, өзінің елін, жерін құрметтеуге күш салып тәрбиелеп жатқандарыңызға іске сәттейміз. Бұйырса Қайратты олимпиада тұғырына және Қайраттан артынан ергендерді сол олимпиада тұғырына көрейік. Жанымдағы спортшы бұл осы бүкіләлемдік таеквондодан Қазақстан Республикасына еңбегі сіңірген спорт шебері, сондай-ақ 2017-2019 жылдардағы әлем чемпионатының қола жүлдегері Қайрат Сарымсақов. Көргеніме қуаныштымын. Енді осы Маңғыстау өңіріндегі бүкіләлемдік таеквондода үлкен жетістікке жеткен 2017-2019 жылдары сенсация болған өзіңсің. Сен туралы да сауал көп, өзің туралы айтсаң, неше жасыңда келдің? Алғаш рет таеквондоға қашан аяқ бастың? Кім алып келді? Жалпы спортқа анамның арқасында келдім. 1999 жылдан. Сол жылдан бері ұстазым Сүйбаев Қанағат, сол кісіде айналысып келемін. Әлі күнге дейін. 2001 жылы бірінші жыл әлемдік додаға шықтық жастар арасында. 2004 жылдан бастап Қазақстан құрама командасында өнер көрсеттім жастар арасында. Сол 2004 жылы ең басты жыл. Жаңа шетелге қалай шығудың, қалай қазақтың туын көтерудің әдісін
түсініп, сол жылдан бері Қазақстан құрама командасында болуға мақсат қойдым. Ары қарай 2005 жылы, 6 жылы, 2007 жылы ересектер арасында Қазақстан құрама командасына кіріп, содан бері осы 2020 жылға дейін әлі өнер көрсетіп келе жатырмын. Сен енді осы ересектер құрамасына кіргеннен кейін Қазақстан Республикасының чемпионатын бірнеше мәрте, тіпті 15 мәрте жеңіп алдың. Рас қой? Сол жасөспірімдермен бірге қосқанда, сол 15-16 дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы. Бұл да оңайлықпен келмеген жүлде екені анық. Ал енді жаңа бапкерің айтып өтті, салмақ мәселесінде. Бірнеше рет салмақ ауыстыру мәселе болды, өзіңнің бір орныңды табу үшін сондай бір жұмыстар болды дейді. Сол жөнінде айтсаң, алғашында қандай салмақта болдың, қандайға түстің? Салмақ мен 2007-2016 жылдар аралығында 68 келі салмақ олимпиадалық салмақ түріне кіретін сол салмақта өнер көрсеттім. Бірақ 2017 жылы 2020 жыл аралығында 74 келі салмаққа ауыстым. Бірақ ол салмақ олимпиадалық салмақ түріне кірмейді. Бірақ сондықтан осы салмақ 74 келіде екі дүркін әлем біріншілігінде жүлдегер болғандықтан бас бапкерлер Қазақстан құрама командасының ұстаздары олар маған 68 келі салмақ олимпиадалық салмақ түріне түсіп, ауысып өнер көрсетуді ұсыныс берді. Олимпиадаға іріктеліп барғаннан кейін жалпылама қарсыластарыңнан кім болатынын өзің болжап отырсың ғой. Оларға қатысты жалпы дайындығың қалай? Мына карантин сенің өзіңнің физикалық дайындығың әсер етті ма? Енді мына карантиннің алдында бізде жалпы апрель айында іріктеу лицензионный турнир, азиялық лицензионный турнир жарысы өту керек болды. Карантинге байланысты ол жарысты созып жіберді. Мүмкін келесі жыл болады дейді, бірақ әлі белгісіз. Соған дейін сол жарысқа дайындалып келдік. Енді созуына байланысты қазір тек үйде жаттығып, формамызды ұстап, сөйтіп қадағалап жүрудеміз. Енді өзіңнің арман мақсатың, енді кез келген кәсіби спортшының арманы олимпиада ғой. Одан кейін қандай ой бар? Бапкерлікке ауысу жалпы қазірден бастап ойға келе ме? Жоқ, тек қазіргі мақсат ол іріктеу кезеңіне барып, олимпиада ойынына жолдама алып, сол олимпиада ойында жүлделі болсам деген мақсат, бірақ басқасын әлі ойламадым. Қадірлі көрермен, жанымда отырған спортшыны мұқият жаттап алыңыздар. Бұл Қайрат Сарымсақов. Бұйырса, Маңғыстау өңірінен таеквондо, бүкіл әлемдік таеквондо түрінен олимпиадаға баруға мүмкіндігі мол спортшылардың бірі. Біз енді осы іріктеуде саған сәттілік тілейміз. Бұйырса, мақсатың орындалсын, арманың орындалсын. Біз сенімен мақтанамыз әрдайым және сенің сол бір жеңіске жетуіңе тілекшіміз. Доличеги. Ішке 2 очко. Сен басқа атқаушысы басқа. Басқа 3 очко. Доличеги. Ішке 2 очко. Атқот. Басқа 2 очко. 3 очко. Басқа. Басқа бис ұпай. Торнадо. Басқа бис ұпай. Наричаги, басқа 3 ұпай. Сен двойка деп. Раз. Ішке басқа двойка. 2 очко, 3 очко, 5 очко отсында. Начеп,